Нұрсұлтан. Молодец. Нұрсұлтан. Біздің залымызға жаңадан бапкер болып келді. Молодец. Асқармен жасты. 23-төсің, а? 24. 24. Қай жылғысың? 99. Мен айтып атырмын да бұған. Әңгіме былай ғой, қара. Түсірші ме? Әңгіме былай ғой. Берді мен әңгіме айтайын деп атқан. Мысалға Нұрсұлтанға айтып атырмын да. Мен мәңгі сендердің қастарында болмаймын. Әр нәрсе адаммен кездесу, жақсы адаммен кездесу, жаман адаммен кездесу, ол Алла тағаланың берген бір пайдасы адамға. Жақсы жағынан кездессе де үлкен пайда, жаман жағынан кездессе де үлкен пайда. Бірақ адамның өзі дұрыс жолды, жаман адаммен жаман болып кетсе, ол өзінің ақылы, дұрыс па? Жаман адам жақсы адаммен кетсе, ол өзінің таңдауы, әр адам өзінің таңдауы. Бұл мен айтайын деп жатқан әңгіме былай ғой. Сен мысалға келдің менімен жұмыс жасауға. Мысалы сен сүртесің, тазалайсың. Сен бұндай нәрсені бұның алдында, мен алдында жасадың ба? Мысалы, ол үшін жұмысында. Жоқ ағай. Вот видишь, вот сен жасамаған сондайды. А вот мен бұны саған айтып жатқаным, сен жаңа айтып отырмын, мәңгі менің қасымда болмайсың деп, дұрыс па? Может, мәңгі қасымда боласың, мен білмеймін. Может, бірге өсеміз, бірге өнеміз, бірге чемпиондарды дайындаймыз, мықты-мықты азаматтарды шығарамыз. Бәрі Алланың қалауымен ғой. Даже менімен күнде болғанда да, менімен күнде болмаған күнде де, мысалы ертең болашақта өзің бапкер болып, өзіңе зал ашасың ба, өзіңе зал ашып беремін ба, Құдай қаласа, мүмкін да? Бәрі Алланың қалауымен. Сол кезде өзің жұмысың болған кезде, осы тазалыққа үйренген нәрсеңді сен де саған осылай, дәл солай, сен маған қалай қызмет жасауға келдің, саған солай қызмет жасауға келген жастарды солай үйретесің. Тазалыққа үйретесің, тәртіпке үйретесің. Жақсы нәрсеге үйретесің да, былайша айтқанда. Бұнда ештеңке бір аяқ қолын бір солып түсіп қалатындай, бір мұрыннан қан ағатындай жұмыс емес қой, дұрыс па? Бұл тазалық бір өзің үшін біріншіден, екіншіден бір мына келіп жатқан осында біздің бокс залымызға келіп жатқан балалар үшін таза жерде жаттығу жасасын. Тазалық, тәртіп, тазалық болған жерде береке болады. Әр адам солай жақсы нәрсесін үйренсе, мысалы сен жақсы нәрсені алып жатсаң, ертеңгі күні сен де дәл осылай саған қызмет жасауға келген адамдардан сен де тура солай талап етесің. Мінекей солай қоғамға жақсы нәрсені поколение дейді ғой. Ол оларға егер ақылы дұрыс болса, солай жақсы нәрсеге үйрете береді. Жалпы адам. Дұрыс па мен айтып жатқаным? Дұрыс. А егер адам жаман нәрсеге үйретсе, оның несі пайдасы болады? Оның ешкімге пайдасы болмайды. Мысалға адам дейді да, мысалға. Енді бізде кімді көбінесе біз пример келтіреміз. Біз мысалға төбеде отқан мысалға үлкен қызметтерде отқан, үлкен должностьтерде мысалға министрлерді алайық мысалға. Алла тағала оларға сондай бір абырой беріп қойғанда, қолдар ұзын, көп нәрсені шеше алады. Мысалға ол бір қызметшіні алады, мысалға әкім болсын, министр болсын. Ол мысалға оны неге үйретеді? Пара алуға үйретеді. Дұрыс жұмыс жасамауды үйретеді. Ертеңгі күні қалай? Ол солай қалыптасып кетеді, дұрыс па? А егер ол жоқ, мінекей қаражат бөлінді, ол қаражатты дұрыс жағынан жасау керекпіз. Дұрыс жағынан ақшаны пайдалану керекпіз. Неғұрлым Қазақстанда жолдың бәрі әдемі болу керек. Неғұрлым больницалардың бәрі әлдеқайда әлемдік қазіргі 21 ғасырға сай, әлемдік стандартқа сай, мықты болсын больницалар. Мектептер әлемдік стандартқа лайықты болсын, мықты болсын, жолы болсын, басқасы болсын, любой қызмет жалпы барлық адам үшін жасалуы керек, соғу керек деген сондай бір өкіметтегі бір адам болса, ол сондай жастарға үйретсе, жастар соны алып кетпей ма? Әр адам бұны айтайын деп жатқаным, әр адам жалпы бардақ болмау үшін жалпы елімізде, не то что елімізде, бәрі үйдің ішінен басталады ғой, өзің жұмыс жасап жатқан, сол жұмыс жасап жатқан істерлігін үйдің ішінен тәртіп болса, жалпы жұмысында, жалпы сосын қоғамда, елімізде де сондай тәртіп болады, тазалық болады. Мен дұрыс айттым ба, дұрыс айтқан жоқпын ба? Өте дұрыс ағай. Дұрыс жеткіздің ба? Иә. Сол үшін дұрыс нәрсені үйрен. Бұл өзің үшін. Мен бұны сені талап етемін. Ертең сен де дәл осылай, өзіңе осылай, любой жерге жұмыс жасаған кезде жүрген жерің таза болады. Саған келген қызметшілерден дәл соны талап етесің. Ол қызметшілер кейін болашақта өзінің солай жастарға солай тәрбие береді. Солай поколениемен келе береді. Көп сөйлеп қойсам ренжімеңдер. Жалпы айтайын деген сол тәртіп, тазалық, дисциплина ғой. Адал еңбек. Адал. Сол айтайын.